Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Үлкен қалаларды үлкейту барысында немесе ескі ғимараттардың орнына жаңа ғимарат салу кезінде үй иелері өз үйлерін тастап басқа жерге көшкісі келмегендіктен құрылысшылардың жоспарларына кедергі келтіріп, оларға өзгеріс енгізуге мәжбүр еткен видеолар интернетте көп тарап кетті. Қазір сіздерге солардың ең ерекшелерін көрсететін боламыз. Автожолдағы үй. Қытай Жетиян провинциясы. Мына үйде тұратын үлкен жастағы ерлі-зайыптылар үйлерін бұзуға рұқсат беретін келісімшартқа қол қоюға бас тартып, қарсылықтарын білдірді. Олардың айтуынша үйлеріне беріліп жатқан $35,000 өтемақы аз. Мінекей соңында олардың үйлері үлкен жолдың ортасында қалып қойды. Ақыр соңында Қытай билігі үйді бұзуға келісім алды. Эдит Мейсфилд үйі. 80 жасқа келіп қалған табанды Эдит Мейсфилд есімді қарт әжейді Американың ұлттық батыры атанды деуге болады. Себебі қарт әжей үйінің орнына үлкен сауда орталығын салып жатқан құрылыс компаниясына қарсы соғыста жеңіп шықты. 2006 жылы құрылыс компаниясы үйін бұзуға $1 миллион өтемақы ұсынды. Алайда бұл үйде марқұм күйеуінің естеліктері сақталғандықтан ұсыныстан бас тартты. 2008 жылы қарт әжей үйінде қайтыс болды. Ал үйде құрылыс компаниясының бас инженері Баги Мартинге осыншалықты шыдамдылық білдіргеніне рахмет ретінде сыйлыққа қалдырды. Қазіргі таңда бұл үй музей ретінде қолданылып келеді. Бұл оқиға мультфильм шығарушыларға шабыт бергені соншалықты барлықтарыңызға танымал Верх мультфильмінің жарық көруіне негіз болды. Әуежайдағы фирма. Жапониядағы шаруалардың тоқтаусыз наразылықтарынан кейін құрылыс компаниясы 3 ұшу жолы бар әуежай салу жоспарын өзгертуге мәжбүр болды. Қазіргі кездің өзінде екінші ұшу жолының орнында фирма тұр, ал терминалдардың жанында майда фирмалар орналасқан. Ол жерге үшінші ұшу жолы түсу керек еді. Осы фирманың үстінен күнде жүздеген самолеттер ұшып өтеді. Остин Спрингстің үйі. ақш-тағы мына кішкентай Остин Спрингстің үйін құрылыс компаниясы сатып ала алмады. Остин бұл жерді өзінің архитектура фирмасының офисі ретінде пайдаланды. Өз уақытында құрылыс компаниясы бұл үйге $200,000 орнына $3 миллион ұсынған болатын. Кәсіпкер бұл ұсыныстан бас тартып, ол жерге пицца пісіретін орын ашпақшы болды. Алайда банк оған кредит беруден бас тартты. Ақыр соңында 2011 жылы Остин үйін бар жоғы $18,000 сатуға мәжбүр болды. Бұл отбасының үйі. Қытайдағы бұл үйде ең танымал үйлердің бірі деуге болады. 3 әулеті тұрып келе жатқан осы үйдің жанынан Қытай билігі 6 қабатты сауда орталығын салуды жоспарлады. Алайда бұл отбасы үйін $3,5 миллион юанға сатудан бас тартты. Бұл $400,000-нан астам доллар. Құрылыс компаниясы үйдің айналасын қазып, свет, су, газды өшіріп тастады. Сонда да отбасы 2 жыл бойы берілмеді. Күндердің бірінде мемлекеттік туды көтеріп, наразылықтарын білдіріп те тұрды. Ақыр соңында 2007 жылы бұл отбасы мен құрылыс компаниясы келісімге келіп, үйін бұзылды. Достар, видеомыз ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.